Айнұр Тұрсынбаева. Түп сана. Алғы сөз. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям былай дейді: Алла тағала үшін ең сүйікті адамдар пайдалы адамдар. Даңқты һәм ұлы Алла үшін іс-амалдардың сүйікті істері бір мұсылманды қуанышқа бөлеуің, не оның бір қайғы-мұңын сейілтуің, не оның бір қарызын өтеп беруің, не оның бір аштығын кетіріп тамақтандыруың. Мен үшін бір мұсылман бауырымның қажетімен жүруім мешітте бір ай бойы құлшылықта болғаннан артық. Кімде-кім ашу-ызасын басса, Алла оның кемшілігін жасырады. Кімде-кім мұсылман бауырының қажетінде қашан оны өтегенше жүрсе, Алла тағала қадамдар таятын күні оның қадамын нықтайды. Расында жаман мінез жасалған қайыр амалдарды сүрке суының балды бұзғанындай бұзады. Табарани Ибн Абу Дунья риуаят еткен. Балдың тәп-тәтті дәмін сірке суының бұзатынындай жасаған қайыр амалдарымызды білдірген жаман мінез көп адамға тән. Тек оны ұғуға тәкаппарлығымыз мүмкіндік бермеді. Ашу-ыза да әркімде бар. Тек оны басатындай шама болса да, ол қайратымызды тағы да тәкаппарлыққа мүжітіп қойғанбыз. Ал семіріп алған тәкаппарлықта көретін көз түйсінер түйсік болмайды. Менің де психологиямен терең таныса бастағаныма көп болды. Бірақ оқығанымды кәдеге жаратқаныма көп уақыт өткен жоқ. Өйткені санамен түсіну бар да, түп санамен түйсіну бөлек әңгіме. Түп сананың тілін түсінгелі тілегім де, армандарым да өзім күткеннен бұрын орындалып жатыр. Ендеше маған көмектескен ілімді неге басқаларға үйретпеске? Оның үстіне қандай білім алсам да, исламмен екшеп алуды әдетке айналдырған мен үшін жоғарыда дін мен дәстүр кітабында айтылғандай адамдарға пайдалы болу арқылы Алланың сүйікті құлы болу бір тілегім. Түпсанасына тазаланған бір адамның алғысын алсам, бір мұсылманды қуанышқа бөлегенім ғой. Өйткені түпсанасы тазаланған адамның расында да жолы болғыш. 1000% көзім жеткен бір нәрсені айтайын. Адамның барлық арманы орындалады, мақсатына жетеді. Ол үшін не істеу керек? Қатты қалау керек. Алладан ерінбей сұрау керек. Ол мүмкін емес қой, маған ол қайда, осы күніме тәуба, ақша бәрібір жетпейді деп отыра берсеңіз, онда Аллаға сенбегеніңіз. Алланың құдіретіне күмән келтірмеңіз. Қалаған нәрсеңізді сұраңыз. Ең бірінші өз миыңызды сендіріңіз. Бірақ миды сендіру қиын. Ол үшін не істейміз? Түп сананы тазалап, сенімсіздіктен арылу керек. Ал түп сананы қалай тазалаймыз? Жалпы түп сана деген не? Ес білгелі түп санаға жазылған кедергілер мен қорқыныштардан қалай құтыламыз? Оған не жазылғанын қалай оқимыз? Әлде қалай тыңдаймыз? Болмаса қалай сеземіз? Осы және өзге де сауалдардың жауабын түп сана кітабымда жаздым. Оқыңыз, түсініп оқыңыз. Оқып қана қоймай, кітапта жазылған тапсырмаларды орындаңыз. Қарыздың қамытынан өзіңізді босата алмай жүрсіз бе? Ұшы-қиыры жоқ несие отбасыңыздың берекесін алды ма? Мүмкін сізді жалғыздық қажытты ма екен? Тұрмысқа шыға алмай жүрсіз бе? Бала көтере алмай жүрсіз бе? Тапқан табысыңыздың берекесі жоқ па? Күйеуіңіздің немесе енеңіздің тілін таба алмай жүрсіз бе? Ауру қажытты ма? Онда бұл кітап сізге қажет. Тек түсініп оқыңыз. Әрине, нәтижесін айдың нұры нәтижелері парақшасында бөлісуді ұмытпасаңыз болғаны. Құрметпен, Айнұр Тұрсынбаева. Түп сана деген не? Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалям былай дейді: Даңқты һәм ұлы Алла маған кімде-кім білім алу үшін жолға шықса, мен оның жұмаққа баратын жолын жеңілдетемін деп уахи түсірді. Мен психологиямен тереңірек таныса бастаған сәтте сөзі де, өзі де рас Алламнан алшақтамай білім алуға ниет еттім. Жаратқанның білім іздегеннің жағында екенін де білемін. Бірақ білімде ұлт болмайтындықтан әлемнің түкпіріндегі ғалымдар тапқан ғылыми жаңалық менің ислами түсінігіммен ұштасатынына ұқыпты қарауға тырыстым. Алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалям бір хадисінде: Мен үшін ғибадаттың артықшылығынан көрі білімнің артықшылығы сүйіктірек. Діндеріңнің ең қайырлысы тақуалық деген. Алла тағала
Раббым білімімді арттыр деп айт дейді. Сондықтан өзім көп ілімнің ішінен екшеп алған, дінім рұқсат беретін әрі қазақи менталитетке сай саралап алған білімімді өздеріңізбен бөліскім келеді, сауатты оқырманым. Орайы келгенде ескерте кетсем, бүгінде білім қуып, білгенін үйретіп жүрген көптеген психолог-коучтарға қаратыла айтылатын сындардың бірі Аллаға серік қоспау. Менің үйренер білімімнен жоғары тұрған міндеттерімнің бірі деп білемін. Алдымен түп сана деген не деген сауалға жауап іздейік. Бұрынғы психологиялық қазақ тілді кітаптардың басым бөлігінде түп сана, бейсана ретінде оқытылып келді. Әзірде көп психологтар осы терминді қолданады. Яғни сознание сана болса, подсознание бейсана немесе түпкі сана деп айтылады. Қазақы түсінікті тілде түп сана деген түсініктірек. Көптеген психологтар біздің жүріс-тұрысымыз, әдеттеріміз, жалпы өмір сүру салтымыздың 90%-ын түп сана реттейді, ал тек 10% сананың еркінде дейді. Американдық психолог, философ Уильям Джеймс сіздің түп санаңызда әлемді аударып жіберетінде керемет күш жасырынып жатыр дейді. Яғни түсінген адамға түп санасын бағындыра алған адам өз өмірін де өзгерте алады деген сөз. Көп ғылыми еңбектерде түп сана адам ағзасының өмірлік өте маңызды функцияларын басқарады, әрі бақылай алатынын айтады. Қан айналым жүйесінен бастап тыныс алуы, ас қорыту мүшелерінде түп сана арқылы басқарылады дейді Джон Кехі өзінің әйгілі «Подсознание может все» кітабында. Сондай-ақ, адамның түп санасына адамның дүниеге келген сәтінен бастап балалық шағы, жастық шағы, күллі ғұмырының әрбір сәті жазылады. Тіпті онда өміріміздің әрбір сәті ойымызбен, сезімімізбен байланысты әр кезеңі жіпке тізгендей жазылған. Ал оның тілін түйсігіміз, ішкі сезіміміз кейде түс арқылы түсіне алады екенбіз. Түп сананы қалай тыңдаймыз деген сауалға кеңірек тоқтала кетсем. Адам қандай да бір шешім қабылдарда екі қабілетіне жүгінеді. Біріншісі ақыл, екіншісі жан. Әрине, жаныңыздың даусын ести алсаңыз, қателеспес едіңіз. Бірақ жанның даусын көп жағдайда естімейміз. Ал ақылға үнемі жүгінеміз. Ақылдың айтқаны санаңыздың бағыты. Жанның дауысы тым нәзік. Оны есту үшін миыңыз тынышталуы тиіс. Бірақ біздің басымыздағы сан дауыс, миымыздағы секунд сайын сабылып жатқан сан түрлі ой ол дауысты естіртпей жатады. Түсінікті тілде таратып айтайын. Мәселен, сіз бір адаммен маңызды кездесуде отырсыз делік. Бірақ сол кездесу барысында сіз тек екеуара келісімді ғана ойлап отырмайтыныңыз анық қой. Мысалы, оқуға кеткен балаңыздың түскі тамағын әзірлеп кетуім керек еді деп ойлап үлгергеніңізше, осы кеше азық-түлік алғанда ақшаны қолма-қол төлеп пе едім, әлде картамен төледім бе деп есіңізге түсіре бастайсыз. Карта демекші кредит төлейтін күн ертең, бүгін төлеп тастайын деп ойлап болғаныңызша сөйлесіп отырған қарсы алдыңыздағы адамның көйлегіне көзіңіз түсіп кетеді. Әдемі екен, менің анау бір жасыл көйлегіме ұқсайды екен деп ойлап үлгересіз. Қараңызшы, бір адаммен сөйлесіп отырған адамның ойына оралған сан ойдың біз бір бөлігін ғана мысалға келтіріп отырмыз. Яғни адамның миына сан ой кіріп шығып жатады. Сонда адам сол ойдың қайсысын шешім деп қабылдау мүмкін? Әрине, әдетте ақылымызға жүгінеміз. Ақылдың даусымен қабаттаса шығып жатқан жанның еміс-еміс естілген үнін көбіміз естімей қаламыз. Енді біріміз мүлде ести алмаймыз. Мысалға, бір келіншек бала көтеріп қалды делік. Егер ол келіншектің жаны қаламаса, аяғы ауырламас еді. Ол бала келіншектің 7-ші немесе 8-ші сәбиі болуы мүмкін. Сонда ақыл айта бастайды. Сенің есің дұрыс па? Үйің жоқ, жалдамалы пәтерде тұрасың, бәрін қалай асыраймын деп отырсың деп жасанды түсік жасатуға үгіттей бастайды. Жанының қалауын ақылы жаншып жатыр. Мен мысалы баламды неге туып алдым екен деп өкінген бірде-бір әйелді көрген жоқпын. Ал түсік жасатқаныма өкінемін деген өкінішті жиі естиміз. Ол әйел түсік жасатпай тұрып, маңайындағылармен кеңеседі. Олардың да ақылына жүгіну арқылы кеңес береді. Ал жаны да жараланған әйел біразға дейін өзін кешіре алмай, жанын емдей алмай жүргені.
Ештеңе бекерден бекер болмайды. Бойға бала бітті деген сөз, Алла тағала жан берді деген сөз. Ал біз жаратқанның қалауына қарсы болып, ақыл мен жанның даусы қатар шыққанда ақылды тыңдаймыз. Сонымен адам миына келген қарбалас ойдың қайсысы жанның, ал қайсысы ақылдың қалауы екенін қалай ажыратамыз? Ол үшін медитация көмекке келеді. Миыңызды тыныштандыру арқылы жаныңыздың үнін ести аласыз. Бұл туралы тереңірек тоқталамын. Мына жайтты ескеруіміз керек. Адам миы ешқашан ұйықтамайды екен. Тіпті біз ұйқыға кеткенде де миымыз тыным таппай, толассыз жұмыс істеп тұрады. Ғалымдар күндізгі уақыттан гөрі түн кезінде мидың жұмыс істеу жиілігі артатынын алға тартады. Кейде жұмыс істемесек те, тау қопарып, тас ойғандай күй кешіп, шаршап жүретініміздің себебі осы. Сондықтан миды демалдырып тұру керек. Ми медитациямен демалады. Спортта, жаяу жүру, жүгіру де миымызды басқа ойға алдырқату арқылы тынықтырып алудың бір тәсілі екен. Адам қандай да бір өзгерісті немесе қауіпті алдын ала біліп тұрса, болмаса бір адамдарға қатысты пікір айтар да, ішім сезіп тұр деп жатады. Немесе көкірегім сайрап тұр дейді. Ішкі дүнием, жаным сезіп тұр дегені. Сондай-ақ түйсігім алдамайды деп жатады. Интуициямды тыңдадым деген сөзді де бизнесте жүрген кісілерден жиі естимін. Сонда осы түйсік деп жүргеніміз түп сана ма? Джон Кеха өзінің «Подсознание может все» еңбегінде интуицияға қатысты былай дейді. Елестетіңізші, өзіңіздің өте сенімді, қауіпсіз сезіне алуға мүмкіндік беретін серігіңіз бар. Ол серігіңіз сіздің бар мәселеңіздің шешуін білетін, қажеттіліктеріңізді қанағаттандыра алатын, сізге қажет мүмкіндіктерге қол жеткізудің жолын көрсете алатын және қай кезде болмасын қасыңыздан табыла қояды. Расында да кез келген адамда осындай серік бар. Ол сенімді серік сіздің ішіңізде. Ол интуиция деп аталады. Осы еңбегінде Джон Кеха Моцарттың да шығармаларын жазуда шабытты өз ішінен тапқанын мысалға келтіреді. Сол секілді Сократ та өзінің ішкі даусына бағынатынын айтқан. Эйнштейн, Эдисон, Маркони, Генри Форд сынды көптеген тұлғалар да өз жетістіктерін интуициямен байланыстырғанын оқыдық. Түп сананы тереңірек зерттеген ғалымдардың пікірінше, адамның түс көрген кезі мен оянған сәтінің арасы, яғни ояна салған кезі, бірақ әлі түсі мен өңін ажырата алмай жатқан ұйқылы ояу сәт шығармашылық пен үлкен жаңалықтардың ашылуы үшін таптырмайтын мүмкіндік екен. Көптеген суретшілер мен композиторлар да дәл осындай уақытта дүниеге келген шығармалардың сәтті шығатынын айтады. Мен үнемі айтып жүрген альфа жағдай осы. Ұйқыға кетер алдындағы сәтте осыған кіреді. Адамдардың тілегін айтып үлгеретін немесе аффирмация айтуға осы сәт керемет мүмкіндік. Таратып айтатын болсам, мидың альфа жағдайы бұл шын мәнінде біздің санамыздың кез келген қалауымызды орындата алатын ерекше әрі сиқырлы сәті десек те болады. Адам миы күні бойы 4 ритмде жұмыс істейді. Оны ғалымдар альфа, бета, дельта және тета жағдайы деп атайды. Мәселен, қазір осы кітапты оқып отырған сіз бета толқынындасыз. Бұл мидың негізгі жағдайы. Сіз сөйлегенде, тамақ ішкенде, жүргенде, қозғалғанда, немесе ойланғанда да сіздің миыңызды санаңыз басқарып тұрады. Бұл бета жағдай деп аталады. Яғни бақылауға алынған саналы әрекеттерді атқарғанда сіздің санаңыз жұмыс істеп тұрады. Басқаша айтсақ, сіздің күнделікті тыныс тіршілігіңіз бета толқынында өтіп жатыр деген сөз. Тек ұйқыға кеткен кезде ғана сіздің миыңыз басқа 3 толқынға қосылады. Олар альфа, тета және дельта. Соңғы екеуі терең ұйқыға кеткен кезде ғана жүзеге асады. Ал адамның өз қалауын орындата алатын альфа жағдайына қалай кіруге болатынын мен түп сана онлайн сабақтарымда үнемі көрсетіп жүрмін. Техниканы келесі бөлімдерде түсіндіремін. Түпсаналық сенім жөніндегі сарапшы биолог Брюс Липтон түпсанаға қатысты қаншама ғылыми зерттеулердің нәтижесі бола тұра, әлі күнге өз түпсанасының жұмысын алапат күші барын білмейтін адамдар көп дей келе, және түпсананың санаға қарағанда миллион есе күштілігі соншалықты
біздің өмірімізді 95-99%-ға дейін басқара алады. Бұл ғылыми факт дейді. Ал ақш, Испания және Франция елінің ғалымдары бірге жүргізген ғылыми зерттеу нәтижесі бойынша тұрақты түрде медитация жасайтын адам гендік тұрғыдан да өзгеретінін анықтаған. Зерттеу қорытындысы медитация арқылы адамды түпсаналық кедергілерден тазалау кезінде адам ағзасы тіпті молекулалық деңгейде де физикалық өзгеріске ұшырайтынын көрінеді. Ғалымдар стресс алған адамдардың медитация арқылы қалпына келу кезінде олардың ағзасында тіпті генетикалық және молекулярлық өзгерістер болатынын байқаған. Зеланд айтады, адамның басында бақылайтын және бақылай алмайтын ойлар бар. Кейбіреулер оны ішкі диалог деп аударып жүр, бірақ ол монолог. Сол адамның өзінің монологы дейді. Ал сонда көптеген жетістікке жеткен адамдар сезіп жүрген интуиция деген не? Адам ақылға жүгінеді дейік, яғни саналы әрекеттер жасайды, ал ақылы жоқ жануарлар неге сүйенеді? Мәселен, жер сілкінердің алдында үйдегі мысық алдын ала сезіп қояды екен деген әңгімені бала күнімізде көп еститінбіз. Мәселен, Венадағы Еуропалық географиялық қоғамның ғалымдары зерттеу жұмыстарының нәтижесінде құмырсқалардың жер сілкінісінен 1 сағат бұрын белсенді қозғалысқа түскенін анықтап, ал табиғи апаттың ертеңінде қайта бұрынғы қалпына түскенін анықтаған екен. Жер сілкінісінің алдында ауладағы ит үріп, қорадағы малдың да бейуақытта маңырап, берекесі кететінін әжелерімізде айтып отыратын. Яғни жануарлар интуицияға жүгінеді деген сөз. Психологиялық кітаптарда түйсік дегеніміз сыртқы дүниедегі заттар мен құбылыстардың және қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етуінен пайда болатын мидағы бейне деп анықтама берілген. Ал осы түйсік деп жүргеніміз түп сана ма? Меніңше түйсік дегеніміз адамның жанының қалауы. Жанның емес, ақылдың айтқанын орындаған кезде қателесеміз. Кез келген ақпаратты қабылдау сезімдеріміз бар. Ақпаратты қабылдаған кезде түп санаға қай уақытта өткізіп жібересіз, оны өзіңіз де білмеуіңіз мүмкін. Ал санаға барған нәрсені ары қарай өткізбеуге таңдау бар. Яғни сана таңдау жасай алады. Түп санаға келсек, сіз оны таңдап отыра алмайсыз. Кейін сол түп сана таңдап алған мәселені уайымдап отырғаныңыз. Демек, негативті уайымдасаң, көре берсең, соны тарта береді екенбіз. Сондықтан жағымсыз, негативті дүниелерді өзіңізде көрмеуге мүмкіндік болса, балаларға да көрсетпеуге тырысу керек. Түпсана сіздің қалауыңызды түсінбейді. Сіз жиі көретін дүниені сізге қажет екен деп өміріңізге тартса қайтпексіз. Сондықтан ойымызды, миымызды жаман, жағымсыз ақпараттардан аулақ ұстап, әдемілікке құштар болайық. Өмір ойдан тұрады. Санаға өтіп кеткен нәрсе егіннің дәні секілді түсті десек, түп санада таңдау жоқ. Ол тек орындау дегенді ғана біледі. Оны тазалау үшін осы күнмен өмір сүріп үйрену керек. Яғни өткеніңді тазалауың керек. Бірақ өткенің бірден жұлып тастай салатын нәрсе емес. Жан ілімін зерттеуші ғалымдар түп сананы тазалаудың ең тиімді тәсілі қағазға жазып шығару. Медитация жасау, көру, сезіну арқылы артық дүниеден арылуға кеңес береді. Түпсана қазіргі техниканың тілімен айтқанда флешка іспетті. Тек ол флешканың ішінде дүниеге келген кезімізден бастап бүгінгі күнімізге дейінгі өмірімізде болған барлық сәттеріміз, түрлі оқиғаларымыз жиналған. Көңілді де, көңілсіз, қайғылы сәттеріміз бен сонау бала күнгі қорқыныштарымыз да осы жерде жиналып тұр. Жиналып қана қойса жақсы ғой, ол магнит іспетті. Соған ұқсас оқиғаларды, сәттерді өміріңізге тарта бастайсыз. Кейде бір орында тұрған секілдімін. Не ары емес, не бер емес, бір орында қозғалмай тұрмын деп айтатындар бар. Өйткені кей адамдар сол түп сананың қалауын ғана бұлжытпай орындап жүреді. Түп санасы өзгерістен қорқады немесе кішкентай күнгі қорқынышы бүгін басқа бағытқа аттаттырмай қоюы мүмкін. Мән беруіміз мүмкін. Бірақ кішкентай бала күніңізде маған мұндай машина керек жоқ деп жыладыңыз ба, түп санаңыз сол қалауыңызды сақтап тұрады. Психологияда зона комфорта деген термин бар. Қазақшаласақ, өзіміз жасап алған жайлы орын.
және ол орын байлыққа батып отырғандардың орны десеңіз қателесесіз. Қарыздан көз ашпай күн сайынғы ұрыс-керіспен жылап-сықтап жүріп те жайлы орында жата беруге болады, тек қимылдамаса болды. Ең сорақысы, осы орындағы адамдар бақытсыз ғұмырын өзгерткісі де келмейді. Және олар өздерін судан таза, сүттен ақ періштеміз деп ойлайды. Әкем оқытпаған, шешем ұрған, күйеуім жалқау, енем қатыгез деген сияқты өзінің бақытсыздығына жұртты кінәлап қойып, зона комфортаға жайғасып алады. Бір жұмыс орнында 20-30 жылдап тапжылмай отыратындар бар. Өздері мұны мінездерінің тұрақтылығымен бағалап жатады. Бірақ шын мәнінде тұрақтылық емес, өзгерістен қорқады. Қызметін ауыстырудан, күнделікті жүретін бағытан басқа жаққа бұрудан, тіпті имиджін ауыстырудан қорқады. Жылы орнын жылжытпайды. Бірақ сол орнынан қозғалған сәтіңізден бастап, сіздің өміріңізде оң өзгерістер пайда бола бастайды. Өзгертіңіз, өзгеріңіз. Түпсананы тазалау деген не? Бұл біздің өмірімізде болып жатқан қиындықтардың блоктарын шешу, яғни түйінін шешу. Ал блок деген не? Блок дегеніміз түйін. Мысал үшін, біз кішкентай кезімізде біреудің баласын жақсы көрмейтінбіз. Ал түпсана біреудің баласын жақсы көрмей тұрғанын түсінбейді де, керісінше маған бала керек жоқ деп қабылдайды. Осы тұрғыда тағы да бір мысал, сенің үйіңде жүрген әпкеңнің алып келген балаларын жақсы көрмей тұрсаң, сенің бала тууға деген мүмкіндігің азая береді. Яғни түпсана балаға деген негативті ғана қабылдай береді де, сол бағдарлама санаға жазыла бастайды. Негізінде түпсананы тазалаған кезде, мысалы, өкпеден реніштерді қудық. Бұдан кейін біліп-білмей жасаған күнәмді кешір деп дұға жасадық. Адамдардың хақысын қайтарып үйрендік. Ең болмағанда ойша ниет қылдық. Осындай әрекеттерден кейін біз босаңси бастадық. Келе-келе бізде жеңілдік пайда бола бастайды. Жеңілдік сезінесің, кеудең кең сарайдай ашылады, көкірегің ашып тұрмайды, демек өксіп тұрмайды. Жеңілдікті сезіндіңіз бе? Қуана беріңіз. Бұл түп санаңыз тазаланып жатыр деген белгі. Сенің ойыңа жақсы сөздер келе бастайды. Әрине, адам болған соң ашуланасың, әйел болған соң өсек айтасың. Бастысы, сен оны қайтадан өршітпеу керексің. Сонымен арманыңызға қарай адымдайын десеңіз, түп санаңызда шегеленіп қалған қалауыңыз ол жаққа адым бастырмай адастырады. Менің бүгін жазып отырған әңгімемді сіз дәл қазір түсінбеуіңіз мүмкін. Мен де түсінбегенмін. Еркендердің ермегі деп психологиядан ат-тонын ала қашқандардың да бірі болғанмын. Бірақ түсіне бастағалы түп санама да терең бойлай түстім. Тазаладым, қорқыныштарымнан арылдым. Арманыма сенімді қадам бастым. Сіз де түсіне бастаған кезде армандарыңыздың сіз ойламаған жерден орындала бастағанын байқап таң қаласыз. Мен оған сенімдімін. Әлгінде айтқан түп санаңызға шегеленіп қалған дүниенің бәрі сіз қандай мәселеге тап болсаңыз да, әлгі флешкаңыздан өзі бұрын дұрыс деп тапқан шешімдерді ғана шығарып отырады. Балам тыңдамай жатыр, енем ұрсады дейсіз бе? Ал осы проблеманы өзіңіз шақырып отырғаныңызды айтсам, сенесіз бе? Иә. Сіз өзіңіз осы мәселелердің магнитсіз. Кітаптың кейінгі бөлімдерін оқып, түп сана жұмысымен терең таныса бастаған кезде мұның түпкі себебін түсіне бастайсыз. Ал түп сананы түсіну, түп сананы тазалаудан басталады.